Облыс әкімінің қолдауымен инвестициялық жобаларды арттыру мақсатында Түркістан облысының Сауран ауданында өндірістік парк құрылысы жүргізілуде. Парк 30 гектар жерде орналасқан. Жалпы көлемі 66 мың шаршы метрді құрайтын парк аумағында 42 ғимарат салу жоспарланған. Маңызды жоба Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының жіті бақылауымен жүзеге асуда. Өңір басшысы құрылыс барысын бақылап, жауаптыларға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жалпы өндірістік парктың құны 13 миллиард теңгені құрайды. Оның аумағынан әкімшілік ғимаратын салу да жоспарда бар. Ғимаратта парк қатысушылары өндірген өнімдерінің көрме залы ұйымдастырылатын болады. Ауқымды құрылыс Түркістан әлеуметтік корпорациясы және жеке инвестор есебінен жүргізілуде. Маңызды жоба 3 кезеңмен жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде 10 ғимараттың құрылысы аяқталып, 23 мың шаршы метр қолданысқа берілді. Бір ғимараттың жалпы ауданы 1584 шаршы метрді құрайды. Бүгінгі таңда 6 жоба іске асырылып, 30,7 миллиард теңгеге инвестиция тартылған және 550 жаңа жұмыс орындары құрылуда. Қазіргі уақытта өндірістік парк алаңында жұмыс жасап жатқан бірқатар кәсіпкерлер бар. Елімізде алғаш ашылған су үнемдеу технологияларын енгізіп, жаңбырлатып суару және тамшылатып суару жүйелерін шығаратын БНК Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорны осында орналасқан. Жалпы инвестиция құны 11,11 миллиард теңгені құрады. Түркістандық 100 тұрғын жаңа жұмысқа орналасты. Ақниет холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мектепке арналған жиһаздар мен медициналық жиһаздарын өндіретін кәсіпорны, украиналық UBC Group компаниясы өнеркәсіптік тоңазытқыштарды өндіретін кәсіпорны парк аумағында өз жұмыстарын бастап жатыр. Бұдан бөлек медициналық өнімдер, бөлмеаралық есіктер және тағы басқа өнімдерді шығаратын кәсіпорындар да жұмысын бастауда. Ауқымды құрылыстың екінші кезеңінде осы жылы жалпы аумағы 25 мың шаршы метр болатын 12 ғимарат салу жоспарлану үстінде. Аталған ғимараттарға инвесторлар іріктелініп алынған. Құрылыс аяқталған соң 1000 жаңа жұмыс орны ашылады. Ал үшінші кезеңде 2025 жылы 14 ғимаратты іске қосу жоспарланып отыр. Кәсіпкерлер инженерлік инфрақұрылымы жүргізілген, құрылысы дайын өндіріс орындарына қызығушылық танытары күмәнсіз. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат, Сауран ауданы.